Баршаңызға сәлем достар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ және өте дәмді болып шығатын осындай американский панкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, оның үстіне құмшекерімізді салып, жақсылап тұрып екеуін араластырып алатын боламыз. Оның үстіне сүтімізді құямыз. Және де бөлме температурасындағы еріген майымызды құйып, жақсылап тұрып, барлығын біріктіріп, араластырып аламыз. Бұны массаны бөлек қойып, ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді салып, араластырып аламыз да, жаңағы массаның үстіне ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып, араластырып алатын боламыз. Барлық керек заттарды описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Жақсылап тұрып араластырамыз. Міне осындай масса болып шығу керек. Қатты сұйық та емес, қатты қою да емес, осындай масса болады. Енді табамызды, қызып тұрған табамызға май жағып, осылайша ожаудың көмегімен панкейкті құйып алатын боламыз. Міне піскенің осылайша тесіктер болып шығады. Яғни келесі жағына ауыстыру керек деген сөз. Міне панкейктің барлығын осылай пісіріп аламыз. Барлығы дайын болып шықты. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балапандарыңызға ұнайды деген үміттеймін. Видео ұнап жатса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.